Ассалаумағалейкум құрметті оқушылар. Бұл біздің бақылау бойынша екінші нұсқамыз. Жаратылыс тану бағыты бойынша. Енді оқушылардың жазғанын көп оқушылар маған жазды жеке. Ағай, мынаны стандарт түрге жазсаңыз бізге жақсы болар еді, түсіндіріп бір рет болсын. Енді сіздерге осы видеода жалпы стандарт қалай болады екенін бәрін түсіндіріп берем. Одан кейінгі сабақтарда бұйырса енді қысқа жолын айтып отырамын былай. Дұрыстап осы сабақта түсініп алайық. Қараңдар, бізге есептің бірінші өрнекті ықшамдаңыз деп берген андай есеп. Енді бұл нәрсені шығару үшін оқушы нені білу керек? Ол мынандай 4 формуланы білсек жеткілікті. Яғни а мен а көбейтілген кезде, яғни дәрежелері әртүрлі болып тұрса, бізде дәрежелері қосылады деп жазасыздар, мысалы экзаменде. Одан кейін бөлініп тұрған кезде біз не істейміз? М-нан n-ді азайтамыз. Көбейтіліп тұрса қосамыз, бөлініп тұрса азайтамыз. Ал егер мынандай нәрсені бүйтіп жазса болады. А-ның n дәрежесін m дегенді көбейтіп, а-ның n көбейтілген m деп жазсақ болады не. Мынау көбейтіліп кетеді. Одан кейін ескені сақтап алайық. Мынау бізде жалпы түбір деген сөз, мынау жалпы түбір. Ол бізде 2-ден 1 деген мағынаны білдіреді. Міне осыны еске мұқият сақтап алайық. Шекесіне 2 деген нәрсе көрінбей тұрады. И мынағанда мысалы келтіріп қойдық. А-ның n дәрежесі түбірдің шетінде мына жерде m тұр. Ол былай жазылады. n деген жоғарыда, ал m деген астында, яғни түбірдің шекесіндегі ылғи астында жазылады. Соны еске сақтап алайық. Болды, енді осының бәрін сіздер қолданған формулаларды жазып стандарт түрге келтіресіздер. Енді мына есепті бастай берсек болады шығарып. Ең алдымен бәрін бүйтіп ашып аламыз, соны жазасыздар. Яғни қалай ашылады ол? Бұлай болады. Түбірдің астында, нәрге жазайын. Так, мынаны мен ашамын. Мына бізде а-ның 1 дәрежесі, ол жоғарыда көбейтіліп тұрады, бөлінген. Қараңдар, 1-дің, яғни 3-тен 1 дәрежесі, ол 1-дің өзін береді, сондықтан а көбейтіліп кетеді. Ал мынау 2 деген нәрсе, мына формула бойынша міне. Бүйтіп ашып аламын мен. Мынаған келтіріп аламын. Мынау 2-ның орнына қараңдар. А-ның, n-ның орнына квадрат тұр. А-ның, яғни квадрат үстіне тұрады. И мынау 3-ті көріп тұрсыздар, ол мынаған тиесілі міне. 3 деген шекесіндегі әрдайым астында жазылады. Мына жерге 3 деп жазып қоямын. Міне, кетті. Одан кейін минус деймін. 2а, мынау бізде мына жерде дәрежесіне 1 түрі, сондықтан а-ның 1 дәрежесі бөлінген 6. Міне өйстіп жазып алдым. Бөлінген. Мына нәрсе бізде қараңдар, мына жерде жалпы түбірдің астына тұр бұның бәрі. Сондықтан бұны бүйтіп жазып аламын мен. Жалпы түбірдің астында, мынау 3 дәрежелі а квадрат көбейтілген, мынау түбір аста. Ал түбір аста деген бізде 2-ден 1 дербес жағдай. Міне, бәрін өйстіп әдемілеп тұрып жазып алдым. Мына жерде 5 тұрған бізде. Енді барып, біз мына жерде бөлу формуласын қолданамыз. Міне, бөлу формуласын қолданып жатырмыз, мына жерге стандарт түрге жазып қойасыздар. Енді біріншісін қолданайын, бөлу формуласын. Яғни а-ның 1 дәрежесінен, мына жерде 1 дәрежесі жазылмайды, 1-ден азайтамын. Мынау 3-тен 2-ні. Одан кейін минус, мына жерде тура солай. А-ның, так, 6-тан 1 болып тұра берсін. Ой. Так, мына жерде а бар екен қасынан, соны ұмытып кетіппін. Мына жерде так, көбейткен а-ны мына жерге жазайын. А-ның, так, қараңдар, 1 дәрежесі бар, мына жерде жазылмайды ол. 1-ге 6-тан 1-ді қосамын. И бөлімінде бізде мынау нәрсені жазып қойын. Түбір асты 3 деп қойында, мынау а-ның 2-ге қосамын 2-ден 1-ді. Міне, бәрін жазып алдым. Көбейтілген кезде дәрежелер қосылады деп. Енді бәрін үстіне реттеп алайын, мына жерге дұрыстап тұрып жазасыздар, теңдейсіздер да. А-ның жалпы қанша шығады сонда? 3-тен, мынау ортақ бөлім берсеңіздер, 3-тен 1 шығады мына жерде. Міне. Минус, одан кейін мына жерге 2 деймін. А-ның қанша дәрежесі шығады? 6-тан, так, ортақ бөлім берсеңдер, 1 7 болады. Бөлінген, астына не шығады? Түбір асты 3 дәрежелі, а-ның 2-ден 5 дәрежесі. Міне, бәрін реттеп алдым. Енді одан кейін мынаны жеке өзін реттеп жазып алайын. Мына нәрсені. Ол мына формуламен шығады не? Мынаумен келтіріп аламын қазір. Мына нәрсені. Так, а-ның 5-тен 2. Сосын оның сыртынан 3-тен 1 деген дәреже тұрады. Міне, жалпы 3-тен 1 деген осыған кіріп тұр ғой. Бұл тең, екеуін көбейте саласыздар. Яғни а-ның 5-тен 2 көбейтілген 3-тен 1. Ал ол бізде а-ның 6-дан 5-ке тең. Сонда мынаның орнына мен қазір 6-дан 5 жазам. Так, мына жерге бәрін жазайын. Түбірдің астында 5 дәреже. А-ның 3-тен 1 деген түбір асты қылдырып өзіне келтіре салам. Не келтірдім мынаны? 3-тен 1 дегенді. Одан кейін минус 2
аның 6-дан 7 бөлінген аның бізден қанша шықты? 6-дан 5. Енді бөлініп тұрған кезде дәрежелері азайтылады. Сонда тең түбір асты 5 аның такс түбір асты ана жақта 3 тұрады минус 2-ның. Енді мынаны азайтқан кезде мына жерге так әдемілеп жазып қойын. Аның 7-тен 6-тан 7-ні азайтамын 6-тан 5-тен. Сонда аның қанша дәреже шығады? 6-тан 2. Ал мына екеуі қысқарады да бізде аның 3-тен 1 дәрежесін береді. Сонда мына жерге бізде түбір асты аның шекесіне 3 тұрады. Бөлінген всегда шекесіне жазылады. Міне, мынау осылай шықты. Енді теңдестер түбірдің асты мына жерде 5. Қараңдар, түбір асты яғни аның түбірдің шекесіне 3 тұр, мына жерде 3 тұр, байқап тұрсыздар. Екеуі де бірдей, мына жерде 2 тұр, значит минус азайтылып кетеді, екеуі аның 3 дәреже шығады. Екен кішіден үлкенді айтсаңыздар, теріс санымен шығады. Кеттік дальше. Енді мынаны қайттан келтіреміз. Так, сонда есептің жауабы мынандай болады. Минус аның 3-тен 1 сыртында, мынау 5-тен 1 деген тұрады. Енді бәрінің сыртына тұр ғой. Ал ол бізде неге тең? Минус аның такс 15-тен 1 дәрежесі. Мынау 3 пен 5 1 мен 1 көбейтіліп кетеді. Мынау формула бойынша міне көбейтіліп кетеді. Сонда есептің жауабы, так, мына жерде 15 қой. Минус аның 15-тен 1. Немесе бүйтіп жазылады ол. Түбір асты минус аның мына жерде 15 тұрады. Болды. Есептің жауабы осымен бітеді. Сіздерге бәрі түсінікті болды деп ойлаймын. Одан кейін еске сақтайтын нәрсе, мынандай каждый есепте, мысалы былай тең деп қоюдың қажеті жоқ. Жауабы деп мына жерге негізі стандартта бүйтіп жазып қойсыздар. Жауабы 2 точкамен, такс, аның қанша шығып кетті бізде? Міне. Өйстіп есепті бітіре саласыздар. Келесі бізде екінші есеп. Тең сызықты шешіңіз дейді. Ал шешейік. Так, қараңдар. Ең алдымен еске сақталайық, сіздер жазған кезде бүйтіп жазасыздар. Бірінші дейсіздер да. Мен екі жақтан минустан құтылдым деп. Минустан. Міне. Яғни енді жазып отпаймын, минустан құтылу. Минустан құтылу міне. Ол қалай сондай? Бүйтіп жазып қойсыздар қасына. Екі жақты минус 1-ге көбейттім. Көбейттім деп қойсыздар. Чтоб бәріне түсінікті болсын. Енді екі жақты минус 1-ге көбейтесіздер. Неге? Себебі мына жерде минус тұр бізге. Ал таңбаста өзгереді қазір. Соның бәрінде негізі жазып отыруымыз керектер. Енді қараңдар, екі жақтан минус 1-ге көбейтсем, мынаның таңбасы қазір өзгеріп кетеді сонда. Түбір асты 3 косинус 3 бөлінген 2х плюс пи бөлінген 6. Но таңбасы өзгереді. Стрелка былай. Ал мына жерде 3 бөлінген 2 шығады. Таңбасы өзгерді деп жазып қойсаңыздар да болады негіз. Одан кейін барып, мынау түбір асты 3 бітіп бөлініп баратынын, не? Кәдімгі қарапайым нәрсе, оны бәрі білетін шығарсыздар. Сонда бізде қараңдар, косинус 3 бөлінген 2х плюс пи бөлінген 6. Так, 3 бөлінген 2 түбір асты 3. Міне. Енді мына жерде естеріңізге сақталыңыздар, иррационалдықтан құтылу деген нәрсе бар. Оны да міндетті түрде жазып қою керек. Яғни мына жерге бүйтіп жазып қойсыздар. Енді жазбай қойын, ирдан құтылу. Иррационалдықтан құтылу деген жалпы қалай болады? Формуласын жазып қойын, мысалы, а бөлінген түбір асты а деген нәрседен құтылу деген. Екі жақта да сіздер түбір асты аға көбейтіп, түбір астыға бөлесіздер. Неге? Себебі мынаны қысқартсаңыздар, енді бұрынғы қалыпсыз келеді, одан ешнәрсе өзгермейді. Сосын екі жақта, так, мына жерде қате кетіп қалыппын, а бөлінген б. Өйткені аны аға бөлсең қысқарып кетеді ғой, дәрежелер. Мына жерде б тұрады. Яғни бөліміне қандай нәрсе, сол екі жаққа көбейтеді, иррационалдықтан құтылу. Енді қараңдар, аның түбір астығы б-ға көбейтем. А түбір асты б. Ал астына қараңдар, түбір астаны түбір астылар мен түбір астылар көбейткен кезде ылғи түбірлері жойылып кетеді. Сонда мына жерден б ғана шығады. Міне, иррационалдықтан біз құтылдық. Яғни осындай күйген аны келтіреміз қазір. Сонда косинус, так, 3 бөлінген 2х плюс пи бөлінген 6 үлкен. Так, мына жерге бірден көрсете салайын, мына жерге сима кетеді қазір. Так, түбір асты 3-ке екі жақты көбейтем. Не, көбейтіп бөлдім. Сонда 3 түбір асты 3 бөлінген, түбір асты 3 пен түбір асты 3 көбейтіліп бізде 3-ті ғана береді. 2 3 болады.
3 пен 3 қысқарады да бізде түбір асты 3 бөлінген 2. Енді бұның бәрін сіздер мен сияқты бүйтіп мына жерге жазсауға болмайды. Мына жаққа реттеп тұрып жазасыздар. Главный мақсаты сіздер түсінсеңіздер болды осының бәрін, не болып жатқанын. Сонда бізде мына жерде түбір асты 3 бөлінген 2 деп қоямын. Ал бізде косинуста түбір асты 3 бөлінген 2-ның әрине мәні бар. Так, енді дальше бұның екі жолы бар шығару. Біріншісі график арқылы, екіншісі формуламен. Екі жақтан негізі дұрыс. Енді графикпен сіздерге көрсетейін. Графикпен былай болады. Негізі график өте оңай, графикпен шығарған. Так, қараңдар. Естеріңізге сақтаңдар, бізде түбір асты 3 бөлінген 2 деген косинус қай градусты береді? Яғни ол 30 градустағы, 30 градуста бізде түбір асты 3 бөлінген 2-ге тең. Сонда мына жерге 30 градусқа ұқсатып былай сызасыздар. Екі жаққа. Неге именно мына жаққа? Себебі косинустың мына жақтары плюс пен плюс. Міне осыны жазып қою керек негізі. Ал 2 мен 3-ші ширекте минусты береді. Сонда мына жерде бізде оң сан тұрғандықтан екі жаққа былай сызылады. Одан кейін барасыздар 30 градустағы мәніне таптық біз. Мына жерде енді қараңдар 30 градуста бізде радианымен жазатын болсақ пи бөлінген 6. Мына жерде пи бөлінген 6 жазылады. Енді неге бұл жерде былай? Жалпы мынаны да ұмытып кеттім сіздерге айтуға. Мына жерде альфа, пи минус альфа, пи плюс альфа. Мына жерде косинус егер үлкен десе, минус альфа жазылады. Ал егер косинустан таңбасы кіші деп тұрса, сіздер жазып қойасыздар ана неге? 2 пидан азайтады деген нәрсе бар. 2 пи минус альфа болады, егер мына жерде кіші тұрса. Ал бізде үлкен тұрғандықтан біз тек қана минус альфаны жазамыз. Еске сақтап аламыз осының бәрін. Өйстіп досконально бәрін түсіндіріп жазасыздар. Енді қараңдар, мына жерде пи бөлінген 6 болса, ал үлкен деп тұр, сондықтан мына жерге екінші несін көшіре саламын. Минус пи бөлінген 6 болады. Ал бұл мынаның арасы деген мағына білдіреді, бояу ретінде көрсетсек. Осының арасында үлкен болады деген мағына. Сонда жауабын жазатын болсақ, мынау арқылы жазамыз. Так, 3 бөлінген 2х. Мына жерде мен надан бастап кеттім, бұлай емес. Қысқа жолын көрсетемін қайтадан. Тестке үйреніп қалғым ғой әбден. Так, қараңдар. Бұл былай болады. Косинус заңы бойынша x1 кіші x кіші x2 табылған бойынша. Осыған қоясыздар. Бізде x1 әрдайым қайсысы болады? Сағат тіліне қарсы бағыт алған қозғалыс, яғни бірінші бағыт немесе ең кішісі деп аталады. Мына минус пи бөлінген 6 деген ол пи бөлінген 6-тан кіші. Ал x соның арасында жатыр. Сонда жауабын жазамын. Минус пи бөлінген 6 плюс 2 пиен, әрдайым 2 пиен, өйткені радиандары 2 пиен, периодтары. Кіші x-тің орнына мынаны жазамын. 3x бөлінген 2 плюс пи бөлінген 6 кіші x2 бізде пи бөлінген 6 плюс 2 пи n. Осы жерден қараңдар енді. Екі жаққа да мынаны, яғни азайтасыздар, мына жаққа да, мына жаққа да бөліп көбейтесіздер. Так, мынаны былай минус қолдап мына жаққа өткіземін. Сонда минус пи бөлінген 6 минус пи бөлінген 6 қанша болады? Так. Плюс 2 пи деп жаза тұрайын әзірше. Кіші x. Так, мына жаққа өтті уже. Енді мына жаққа өтеді ол. 3x бөлінген 2 уже тұрады. Мынаны кетіріп атырмын бірінші. Пи бөлінген 6 минус пи бөлінген 6 плюс 2 пи n. Бізде енді мынау ғана қалды. Осы екеуден құтылсақ, x ғана шығады. Енді екі бәріне көбейтіледі. Так, мынаны мен мына жерге есептей салайын жеке өзін. Ортақ бөлім берсек, бізде 6 минус 2 пи болады. Мынау қысқаратта минус пи бөлінген 3 екен. Сонда мынаның орнына мен минус пи бөлінген 3 жазамын. Минус пи бөлінген 3 плюс 2 пи n. X 3x деп қоясыздар. Одан кейін x мына жерге. Так, мынау 0 болып кетеді, азайтылып, 2 пи n. Енді қараңдар, мына 2-ні мен көбейтпедім. Мына 2-ні былай екі жаққа көбейтесіздер. Ал ол 2 кетіп қалды уже. 3x қана қалады. Так, 2-ні жаққа көбейтсем, мына жерде 2 болады, мына жерде 4 пи n болып кетеді. Мына жерге көбейтсем бізде 4 пи n. Енді соңғы 3 бөлінеді әрқайсысына. Сонда бөлініп барса минус 2 пи. Так, мына жерде 9 болады, плюс 4 пи n бөлінген 3. Кіші x мына 3-тен құтылды ме? Кіші. Енді 3-ті мына жаққа да бөлем. Екі жаққа да бөлесіздер. 4 пи n бөлінген 3. Сонда жауабын жазатын болсаңыздар, жауабы дейсіздер да, 2 точка қойсыздар да, мынаны жазып қойсыздар. Болды. Есептің осылай бітеді. Енді қараңдар, осының екінші жолын көрсетемін сіздерге. Екінші жолында жаңа енді бірден көрсеттім бәріне, бірінші жолдан түрленіп шыққан нәрсе. Енді сіздер бүйтіп жазасыздар. Мен мына формуланы қолдандым деп. Косинус x адан үлкен кезде үлкен болып тұр. Кіші кезде басқа формула, үлкен кезде мынандай.
Осындай формуланы қолданым дейсіздер. Минус арк косинус а плюс 2πn кіші x кіші арк косинус а плюс πn. Сонда сіздер не істейсіздер? Жауабын жазасыздар. Минус мынау а деген сөз. Мынау қанша? Түбірас 3 бөлінген 2-де косинус жаңағыдай 30 градус. Ал ол кезде пи бөлінген 6-ға тең. Пи бөлінген 6-ға тең. Сонда косинусның орнына минус пи бөлінген 6-ны қоям. Плюс 2πn. Кіші x кіші арк косинуса құры өзің мәні қойсыздар. Пи бөлінген 6 плюс 2πn. Нәрде 2 тұрады ғой. Енді x арқылы жазу дегенде жаңағынан жазасыздар да, ар өткізіп, бер өткізіп, жеке-жеке бәрін есептей саласыздар. Ең бастысы мына формуласын түсіндік деп ойлаймын. Бірақ сіздерге айтар ақылым, графикпен көрсетсеңіздер, енді өздеріңізге плюс болады. Мынау мұғалім ойлап қалуы мүмкін, мынау кәдімгідей білімді оқушы екен деп. Графикпен де жазып, формуласын да жазып, кәдімгідей келтіріп, өзіңіз дәлелдесеңіз болады солай. Енді кеттік келесі үшінші есеп. Так, бізде келесі үшінші есеп. Теңдеулер жүйесін шешіңіз дейді. Енді қараңдар, мынандай теңдеулер бізге берген жүйесі. Бұл жерде алдымен анықталу облысын табып алуымыз керек. Біз алдыңғы мысалдарда мысал тесе шығарып, кейін орындарына қойып, болмайды екен деп ондай нәрсе істеуге болмайды. Сондықтан бәрін дұрыстап тұрып жазу керек. Қараңдар, анықталу облысын таптым дейсіздер. Одан кейін логарифм а негізді b-ның анықталу облысы жалпы b үлкен 0-ден дейсіздер. Одан кейін барып, енді міне x квадрат минус y квадрат үлкен 0-ден. Сосын қысқаша көбейту формуласымен қолданып таптым. Яғни а квадрат минус b квадрат деген формуланы білетін шығарсыздар. Солымен а минус b, а плюс b деген. Үлкен 0-ден. Енді жеке-жеке үлкен 0-ден үлкен деп аласыздар. X үлкен 0-ден, x үлкен минус y-тан. Яғни теңестіресіздер, Сонда енді қараңдар, дальше не істейміз? Дальше былай болады. Есептен де бастаймыз шығаруды. Бізде келесі енді мынау есеп шығару үшін жалпы келесі формуланы жасау керек екен. Ол мынандай екінші. Логарифм а негізді b минус логарифм а негізді c. Жазасыздар өйстіп. Бұны бөлген жалпы азайтылып тұрған кезде логарифм а негізді b бөлінген c деген формуланы қолдандым дейсіздер. Азайтылып тұрған кезде мынаны сандарын бөлесіздер өзара. Так, бізде жалпы басқа дым жоқ, жазатын нәрсе. Болды, енді есептейміз ал. Сонда бөлеміз үстін. Так, мына бірден бөле сайын қараңдар. L-ны мынаған бөлген кезде x квадрат минус y квадрат бөлінген x плюс y-ге нәрге жазамын. L-ға x квадрат минус y квадрат бөлінген x плюс y тең 0. Енді келесі логарифмнің қасиеті бойынша мынандай формула жазып қойсаңыздар болады. Мысалы, логарифм а негізді b тең 0 деген кезде b тең а-ның 0 дәрежесі деп. А-ның 0 дәрежесі. Мына жерде қандай сан тұрады, сол дәрежеге кете береді. Ылғи. Ал кез келген а-ның 0 дәрежесі, кез келген санның 0 дәрежесі бізде 1-ге тең. Кез келген санның 0 дәрежесі. Сонда жазып қойсаңыз болады. Енді болды, мына жерге сонда не істеймін? X, мынаны қысқашамен ашсайын бірден. X такс, x минус y, x плюс y бөлінген x плюс y тең. Так, мына жерде 1 тұрады, міне. Логарифм, ондық логарифм бізде LG деген. Оның 0 дәрежесі 1-ге тең. Сонда мынау менен қысқартып жіберем. Сонда осы жерден x минус y тең 1 деген нәрсе шығады. Келесі екінші амалды қолданайық, мынау көрсеткіштік. Так, бұл жерде мына жерде бізге не берілген? 15 дейді. Мынаны былай істейміз, қараңдар. Жеке-жеке қазір мынаны жазам. 3 келесі формула көрсеткіште. Так, көрсеткіш емес, бұл дәрежеге байланысты. Мысалы, қосылып тұрған кезде біз не істейміз? Жеке-жеке көбейтіп жазамыз. 3-тің 1 дәрежесі көбейтілген 3-тің логарифм 3 негізді x квадрат минус y квадрат тең 15. Енді қараңдар, келесі формуланы жазып берейін сіздерге, есеге сақтап алыңыздар. А негізді логарифм а негізді мысалы b деген нәрсе тұрса, мынау формула бар осындай, қысқартасыздар мынаны, а мен мынаны аны, яғни дәрежесімен, и b ғана қалады. Сол бойынша мынаны жазам. Мынау 3 пен 3-ті қысқартып жіберем. Міне. Сонда 3 көбейтілген, так, x квадрат минус y квадрат тең 15. Енді осы жерден так дальше істейміз. Мына жерден мен былай істей сайын, x таба сайын, бірінші безе сайын. Так, астына жазайын x квадрат минус y квадрат, ой, жақша не үшін қойдым, тең. Мынау 3-тің аяққа бөліп өткізем. 15-ке бөле салам бірден. 5 шығады не. Мынандай жүйе пайда болды енді. Енді осы жерден x таба сайын жоғары жағынан x тең,
Так, 1 плюс y болады. Орнына қоя саламыз мына жерге. Так, 1 плюс y-тің квадраты минус y квадрат тең 5. Енді осыны ашамыз. Так, қысқаша көбейту формуласы бойынша ашамыз. А плюс b-ның, онда жазу керек екен ғой мына жерге. Жазайын ал. А плюс b-ның квадратын еске сақталайық мына жерге. 1-ден а квадрат плюс 2ab плюс b квадрат. Не деген нәрсе бұның бәрі? Онда осындай қысқаша көбейту формуласы. Енді сіздер қараңдар, менен ана жақта бардак тұр. Мынаны комиссияны істейді, тексергісі келмейді да. Тексергісі келмей қалуы мүмкін, сондықтан сіздер айтар ақылым реттеп жазыңыздар бәрін. 1, 2 сыйдыртып, асықпай бүйтіп. Осылай деп. Мен сияқты бүйтіп жазып жүрмеңіздер. Ең бастысы сіздерге бәрін түсіндіріп берсем болды емес па? Қандай формула екен бәрін. Так, қараңдар енді мынаны ашам, мына формула бойынша. Сонда, так, жүйе болып тұр бізде. Мына жерге ашсайын. 1-дің квадраты 1 плюс 1-ді y-ге көйтем, 2-ге көйтем. 2y плюс y квадрат минус y квадрат тең 5. Мынау мен мынау жойылып кетеді. 2y тең, қараңдар, мынау 1, мына минус болып өтеді. 5-тен 1-ді айырсам 4. y тең 2. Міне, y-тің мәні табылды бізде, 2-ге тең екен. Енді x таба саламыз. 2-ні мында қоя салам. Яғни y табылған y-ті мында қоям. Сонда бізде x-тің мәні қанша шығады? Так, 2-ге 1-ді қоссам 3 екен. Ал анықталу облысынан келетін болса, қараңдар енді асықпай. Бізде x үлкен болу керек y-тен. Міне дұрыс айтып тұр, x үлкен y-тен. Яғни x-тің орнына бізде 3 шықты, y-тен не шықты? 2 шықты. Бәрі дұрыс келіп тұр. Қоссаң да мына жерде 0-ден үлкен сан шыға береді. Сондықтан есептің жауаптарына алсақ болады екен. Ал келесі есеп. Есептеп қоям, мына жерге жауабын жазуды ұмытып кетіппін. Үйреніп алыңыздар қазірден бастап. Біздің кезде енді ондай болмаған. Жауабы дейсіздер да. Так, x тең 3, y тең 2. Не өстіп әдемілеп жазып қойыңыздар. Енді барып келесі есепке өте берсек болады. Бірінші есеп. Так, мынау есепті шығару үшін ең алдымен бірінші жазып қойыңыздар. Мен түрлендірдім деп. Түрлендіру. Өйткені көбісіне және Ньютон Лейбниц деп жазып нетіп кетеді, содан шатасып кетеді апай тексерген кезде. Бірінші алдымен түрлендіріп алу керек мынаның бәрін, дұрыстап тұрып. Түрлендіру үшін қараңдар, мен бөліп жазып аламын былай. 9x квадрат минус 1 бөлінген 3x плюс 1 минус деймін да. Түбір асты 3x плюс 1 3x плюс 1. Міне өйстіп бөліп алсаңдар болады. Өйткені қайттан қазір ортақ бөлім берсеңіздер, бұрынғы қалып сөзіне келеді. Мына жақтан 1 мен 1 барады да, азайту ортасына тұрып қалады. Енді дальше сіздер айтасыздар, мен қысқаша көбейту формуласын қолдандым, мынаны қысқарту үшін. Ол қандай? А квадрат минус b квадрат тең а минус b а плюс b деген андай формула қолдандым дейсіздер. Мына жоғары жаққа, өйткені қысқартамыз. Сонда үстіне бізде 3x квадрат, 3x минус 1 мен 3x плюс 1. Жақшын қайттан ашсаңыздар, мына бұрын қалып келеді. Бөлінген 3x плюс 1. Мынау мен мынаны қысқарттым дейсіздер. Так, мына жерде квадрат жоқ қой. Одан кейін барып минус. Мына нәрсені мен сіздерге еске сақталыңыздар. Айнымалы енгізім деп жазсаңыздар өздеріңізге жақсы болады. Мысалы 3x плюс 1-ді мен а деп алдым деп. Мына есеп просто оңайлату үшін кішкене. Сонда түбір асты а бөлінген а болады. Мына 3x плюс 1-ді а деп алдым деп жазып қойсыздар, айнымалы деп. Енді жаңа формуланы білесіздер, қайттан мына жерге жазып қойын. Яғни а-ның n дәрежесін а-ның m дәрежесіне бөлген кезде а-ның n минус m. Осыны қолдандым дейсіздер. Сонда мына жерден бізде қараңдар, мына дәрежесі 2-ден 1. Азайтылған а-ның 1 дәрежесіне де. Сонда а-ның 2-ден 1-ден 1-ді азайтам. Ол қаншаны береді? А-ның минус 2-ден 1-ді береді. Сонда мына жерге қалған жазайын қысқартылып кетті мына уже. 3x минус 1 минус 1 бөлінген. Мына минус деген сөз, мына жерге формуласын жазып қойын. Кез келген санның минус n дәрежесі бізде 1 бөлінген а-ның n дәрежесін береді. Үстіп те жазып қойыңыздар. Енді бұның бәрін мен біліп отырмын, оның бәрін жазу ерініп отырмын, шын айтсам, сондықтан жазуға тура келеді. Міне минус төмен жүреді. Сонда а-ның 2-ден 1 дәрежесі, ол бізде 3x түбір асты деген мағынаны білдіреді. 3x плюс 1. Так, енді қараңдар, мына жерге шектерін қойып қойын. Так, қанша кетті мына жерде? 0 мен анау бізде 1 ма? 12 ма? 12 деп қалып.
Міне болды. Түрлендіріп алдым. Болды. Түрлендіріп алдым. Бітті. Енді не істейміз? Енді дальше мына жерге dx общий. Енді Ньютон-Лейбниц формуласын мына жерге жазып қояйын сіздерге. Міне мен сіздерге екі формуланы жазып қойдым. Бірінші Ньютон-Лейбництің формуласы. Сіздер жазған кезде экзаменде бүйтіп жазып қойсыздар. Мен мына формулаларды қолдандым деп. Яғни шектері b-дан a, бір функцияның алғаш функциясы табасыздар, одан кейін үлкен f пен обязательно ұмытып кетпеңіздер. Табылған алғаш функциясына a-ның мәнін қоясыздар. Бірінші a-ны қоясыздар, одан кейін барып b-ны қоясыздар. Ортасында азайту бар. Болды. Немесе кейде былай тік жақша деп қояды былай. Не ол да бола береді. Ең бастысы қазір осы сабақта бәрін түсініп алсақ. Так, қараңдар, сосын барып түбір асты x-тің dx-і бізде қандай формула? 2 түбір асты x бөлінген x-тің туындысы. Болды. Сонда мына есепті шығара саламыз енді. Так, алайын жеке-жеке. Так, 3x-тікі бізде қандай? Алғаш функциясы 3x квадрат бөлінген 2. Дәрежесіне біреу қосылады, астына біреу бөлінеді. Минус кез келген санның алғаш функциясы x-ға тең өзіне. Одан кейін минус 1 бөлінген түбір асты 3x-ті мына формуласы салсам. 2 түбір асты x-тің орнына мына бәрі жазылады. 3x плюс 1 бөлінген x-тің туындысы деген сөз, мына ішінен туынды аласыздар. 3x плюс 1-дің туындысы 3-ке тең, мынанікі 0, мынанікі 3. Болды. Енді мен қазір бәрін сіздерге былай ғой негізі қысқаша айтып берейін, дұрыстап тұр. Мынаны аласыздар да, бірінші 1-ді қоясыздар, енді жазасыздар оны стандарт түріне. Или жарты жаза берейінші. Так, шектерін қойын жерге. 1 мен 0 деп. Тең. Бірінші 1-ді қойып есептейсіздер. Сонда 3 көбейтілген 1-дің квадраты бөлінген 2 минус 1 минус так 2 түбір асты 3-ке 1-ді көбейтсеңдер жарты жаза берейін. Енді амал жоқ, бұл тест емес, тез шығарып құтылғым келіп тұр негізі. Бірақ түсінікті болсын бәрі. Одан кейін мұны жақша аласыздар. Минус дейсіздер, келесі жақша аласыздар. 3-дің көбейтесіздер 0-ге, 0-дің квадраты 0 бөлінген 2 минус 0 минус 2 түбір асты 3 көбейтілген 0 плюс 1 бөлінген 3. Енді мына жерден 0 шығып кетеді, көріп тұрсыздар оны. Мына жақтың бәрі 0-ге тең болды деп жазып қойсыздар ма? Не істейсіздер? Солай істеу керек. Одан кейін мына жерде есептегенде бізде 1-дің квадраты 1, 3-ке өтсең 3 болып қала береді. 3 бөлінген 2 минус 1 3 бірім 3, 1-ге қоссам 4, түбір асты 4 деген ол бізде 2-ні береді. Ал 2-ні 2-ге көтсем 4, 4 бөлінген 3 шығады сонда, минус 4 бөлінген 3. Енді осы жерден ортақ бөлім берсеңіздер, бәріне 6 болады. 6-ны 2-ге бөлсем 3, ал мынаған 6 барады, мынаған 2 барады. 3 3-ім 9 минус 6 минус 8. 9-дан 8 айырсам 1, 1-ден 6-ны айырсам минус 5 бөлінген 6. Міне, сонда есептің жауабы минус 5 бөлінген 6 деген нәрсе шықты. Негізі еске ала кетейік бір нәрсені. Негізінде жалпы аудан табуға арналған ғой, сондықтан мына жерде негізі модуль тұрады соңында. Бұдан сонда оң сан шығады. 5 бөлінген 6, яғни аудан сіздер минус 5 бөлінген 6-ның аудан демейсіздер ғой. Сондықтан мына жерге модуль қойып қойсаңыздар да болады негізі. Міне, сонда есептің жауабы осындай күйде қалады екен. Бәрі түсінікті деп ойлаймын. Так, бізде келесі 5-ші есеп. Берілген 20 санын біріншісінің кубы мен екіншісінің көбейтіндісі ең үлкен болатындай етіп, теріс емес екі санның қосындысына жіктеңіз дейді. Өткен сабақта мен сіздерге айттым, түсінгенім бойынша деп, мен өте дұрыс түсінбеппін. Кейін қазір зерттеп қарап, ізденіп қарансам, бұл есептің шығару жолы мүлдем басқа екен. Так, енді мен шешімін таптым, соны сіздерге үйретіп жіберейін. Қалай екен? Ең бірінші былай істейміз. Мынау біріншісінің кубы мен екіншісінің көбейтіндісі ең үлкен болатындай етіп, теріс емес екі санның қосындысы дегенді былай жазамыз. Біріншісінің кубы көбейтілген екіншісі деп. Одан кейін енді екі санның қосындысы бізде 20-ны құрап тұру керек, яғни а мен б-ның қосындысы 20-ға тең болу керек. Одан кейін барамыз да осы жерден б-ны тауып аламыз. Яғни б тең 20 минус а болады. Енді келесі соңғы шаг, мынадан туындалады екенбіз. Мынадан туындысын аламыз, яғни f от x тең a куб көбейтілген b-дан. Енді мынаны қазір мен алдымен 20-ны орнына қойып алайын, табылған b-ны мынаның орнына қоям. Сонда a куб көбейтілген
20 минус а шығады. Так, енді әлі туынды алмаймыз. Теңестіре берем. Мына жақшаны дұрыстап тұрып ашып алайын. Өйткені былай алған ыңғайсыз, немесе ув деген туындымен алсаңыздар да болады. Бірақ ашып алған өздеріңізге ыңғайлы болады. Яғни 20 а куб минус а кубты минус аға көбейтсем, аның 4 дәрежесі береді. Көбейтулер формуласы бойынша дәрежелер қосылады. Онда жазып қойсаңыз болады. Енді барып туынды аламыз. Так, тең болады. Қараңдар, туындысының формуласын жазып қойын. Мысалы, аның кез келген ax-тің n дәрежесі. Бұның туындысы бізде қалай болады? Мынау n алдына келеді. Яғни an x n минус 1. Міне осы заңды қолданып, мынадан туынды аламыз. Сонда тең болады. Мынау 3 20-ға көбейтіледі. 60 болады. Аның квадраты болады. 3-тен 1-ді айсам. Минус 4а куб. Міне туындысын алдым. Енді келесі. Енді осы нәрсенің біз нелерін табамыз? Кризистік нүктелерін табамыз, яғни сындық нүктелер деп аталады. Соны тапсақ, и 0-ге теңестіреміз, яғни кризистік нүктелер деген сөз, 0-ге теңестіреміз. Табылған туындыны 0-ге тең дейміз. Нәрге бөлек жасайын, 60 а квадрат минус 4а куб тең 0 деп. Енді осы жерден барып, 2 аның мәндерін тауып аламыз. Яғни, жақшан сыртына бірінші а квадрат шыға жейін. 4 мен қосып. Бізде мына жерде сонда так 15 болады, 15 минус а болады. Тең 0. Осы жерден барып енді жеке-жеке 0-ге теңестіреміз. Сонда бізде бірінші жауап а тең 0 шығады. 0-ге теңестірсеңіздер, и жақшан кіші 0-ге теңестіреміз. 15 минус а тең 0. Осы жерден а тең 15 шығады. Енді 0 деген есептің жауабы болмайды. Бұл жерден өткен табылмай қалады қазір. Бұның мәні, яғни аның мәні, точнее бұның мәні. 15-ті жауап қаламыз. Сонда мына жерге қараңдар, а бізде 15-ге тең болды. Енді мына жерге қойсам, бұның мәні шығады. Аның орнына 15-ті қоям. Сонда б тең 20 минус 15, ол тең 5-ке. Енді табылған қараңдар, б бізде 5-ке, а 15-ке тең болды. Екеуін қосып көрсек, шынымен де 20 шығады. Мына жерге қойып. 15 плюс 5 тең 20. Сонда есептің жауабын сіздер жауап ретінде а плюс б тең 20-ны бүйтіп жазасыздар. Так, табылған екі нүкте а тең 15, б тең 5 деп. Келесі есеп. Келесі бізде 6-шы есеп. Өткен сабақта мен сіздерге осы функцияны жалпы оңай жолын көрсеттім өте. Мынау сандар беріп, тауып, тесе сызып. График ол кезде дұрыс бәрі сызылды. Бірақ ол стандарт түрге негізі келмейді екен. Сондықтан мына жерде алдымен дұрыстап тұрып анықталу облысын, мәндер облысын, сосын туындысын алып, біз нелер нүктелерін тауып, оның максимум, минимум дегендерін бәрін тауып зерттеу керек екен. Соның бәрін сіздерге көрсетейін. Так, мұқият тыңдайық, ал бастайық. Қараңдар. Ең бірінші біз мына нәрседен, яғни анықталу облысын тауып аламыз. Яғни d тең. Анықталу облысы деген сөз, мына жерде x қандай мәндерді қабылдайды? Яғни кез келген мәнді қабылдайды. Неге? Өйткені қараңдар, мысал келтірейін. Бір бөлінген x болса, мынандай бір теңдеу берілген неге? Функция мысал. Мынаның анықталу облысы қандай болады? Мынаны 0-ге тең болмау керек x. Өйткені сендер санды 0-ге бөлуге ешқашан болмайды. Сондықтан бұның анықталу облысы минус шексіздіктен 0-ге дейін, тиісті 0-ден плюс шексіздікке дейін. Мынаның анықталу облысы. Ал мына жерде қараңдар, онда ешнәрсе жоқ бізде. Көріп тұрсыздар, яғни x-тің орнына кез келген санды қоя берсеңдер болады. Сондықтан бұның анықталу облысы бізде минус шексіздіктен плюс шексіздікке дейін. Одан кейін екінші мәндер облысы деген нәрсе бар. Мәндер облысы бізде y-ге тиісті болады. Мәндер облысының несі? Мәндер облысы бұл жерде такс минус шексіздіктен 0-ге дейін болады. Неге? Себеп қараңдар. Біз x-тің орнына кез келген санды берсеңдер, мысалы минус жақтан, плюс жақтан ылғи да минустан шыға береді бұл жерден. Яғни 0-ді берсеңдер 0-ға тіреледі, ал минустан шыға береді. Мысалы қараңдар. Минус 5 беру керек. Минус 5 плюс 4 бізде минус 1, минус 1-дің квадраты плюс 1. Минус 5 бердік x орнына. Минус 5-дің квадраты плюс 25. И соңында бәрі минусқа көбейтіліп тұр. Көріп тұрсыздар ғой. Яғни минустан шыға береді. Плюс санды берсеңдер де, минус санды берсеңдер. Сондықтан y бұл жерде тек қана минус шексіздіктен 0-ге дейін болады екен мәндер облысы. Міне. Енді барып үшінші этап бізде. Так, үшінші этап деп қойын. Мына бізде бірінші, екінші болды. Үшінші этапта енді біз OX пен OY ойысының қиылысу нүктелерін табамыз. Алдымен қараңдар, OX-ін табайық. Мына жерде так тік жақша болады. Неге? Себебі тік жақша деген мағына жалпы 0-ді қабылдайды, яғни 0-ден басталады. Ал жай жақшаға қойын, ол 0-ге жетпей қалушы еді. Так, OX ойысын табайық енді қиылыс нүктесі. Ол қалай болады?
OX ойысын табу үшін біз мынау Y-ге 0-ді береміз. Y-ті 0-ге теңестіреміз жалпы айтқанда. Сонда 0 тең, так, жақшаны ашып жіберейін бірден, минус x квадрат, мынау бізде x квадрат, қысқаша көбейту формуласы бойынша, x квадрат плюс 8x плюс 16. Енді осы жерге. Так, мына жерде енді, мен мынаны көрмей қалып, мына жерде көбейту бар екен ғой. Жеке-жеке 0-ге теңестірсеңіздер болады, мына ашудың қажеті жоқ екен. Мына жерден сразу. Өйткені қараңдар, көбейтіп тұрған кезде жеке-жеке теңестірсек болады. Бірінші жауап сонда бізде x-іміз тең болады 0-ге, ал екіншісі мынаны ашпай қойса болады. Так, x плюс 4-тің квадраты тең 0. Осы жерден x плюс 4 тең 0, x тең минус 4. Міне 2 x-тің мәндеріне қиылысады екен OX ойысымен. Енді OY ойысын табамыз. Так, OY ойысын. OY табатын кезде біз x-ке 0-ді береміз. Енді x-ке 0-ді берсек. Так, x-ке 0-ді берсек, қарандар бізде не шығады екен? Мына жерде y-іміз, так, 0, мына жерде 0 болып қалады екен, көріп тұрсыздар. 0 берсеңдер 0 болады. Енді барамызда біз мына жерден OX нүктелерін тауып алайық. Так, қандай болады сонда? Біріншісі табылған жаңағы. X-і, так, біз мына жерде, так, мына жерде, міне, X-ке біз 0-ді бергенде Y 0 болды, яғни 0-ге теңестірдік жаңа. 0-да 0 деймін. Одан кейін барып, біз X-іміз минус 4 шықты, Y 0 кезінде. Так, минус 4-те 0 болады. Енді, OY-тің табатын болсақ, қарандар, OY-те бізде 0-да 0 болады. X-і де 0, Y-де 0. Одан кейін сіздерге айта салайын, мына жерде көп оқушы түсінбеуі мүмкін. Мысалы, кез келген векторға байланысты ең бірінші ылғи x жазылады. Одан кейін y жазылады. И үшінші координат табылса, мысалы z. Міне осыны осылай по порядку жаттап алған өздеріңізге дұрыс. Енді келесі нәрсе бізде мына жерге 4 деп қойын. Енді өсу кеме аралығын табу керек бізге. Мына берілген функциядан мен туынды аламын. Яғни қандай болады? Так, y тең. Қараңдар, мынаны алдымен жаңа біз ашып алдық ішінен жеке-жеке жақшаның ішіне көбейтіп шығайын. Чтоб туындыны тапқанда оңай болу үшін. Минус x квадратты x квадратқа көбейтсем, минус x-тің 4 дәрежесі болады. Минус x квадратты плюс 8x-қа көбейтсем, так, минус 8x куб болады. Одан кейін минус x квадратты 16-ға көбейтсем, так, минус 16x квадрат. Енді барып туынды аламыз осыдан. Так, туынды алатын болсам, белгілер қойын. 4 алдына келеді, минус 4x куб. Одан кейін мынау 3 алдына келеді, минус 24x квадрат. Одан кейін мынау 2 алдына келеді. Так, минус 32x болады. Дәрежені бір талда азайтып отырасыздар. Енді осыны барып үлкен 0-ден деймін. Өсу аралығын табайық. Так, минус 4x куб, минус 24x квадрат, минус 32x үлкеніне тең 0-ден. Енді қарандар, x-тің алдында бізде минус тұр, сондықтан мына жердің бәрін минус 1-ге көбейтіп алған өзімізге ыңғайлы болады. Так, сонда 4x куб плюс 24x квадрат плюс 32x кішіне тең 0 болады. Естеріңізге сақтаңдар, минусқа көбейткен кезде мынау өзгереді таңбасы. Енді мына жерде байқап тұрмыз, бәрін 4-ке бөліп шығарсақ болады екен. Так, сонда x куб плюс 8x квадрат плюс, так, мына жерде 6 болады, 6x квадрат. Мына жерде 8x кішіне тең 0-ден. Енді x-ті жақсан сыртына шығарып, 2 нүктені тауып алайық. Так, x шығып кетсем, мына жерде не қалады? X квадрат плюс 6x плюс 8 кішіне тең 0-ден. Берілген 2 функцияны енді жеке-жеке 0-ге теңестіріп тауып аламыз. Так, біріншісінен бізде x тең 0 шығады, екіншісінен не шығады екен, мына жерге жазайын. Так, x квадрат плюс 6x плюс 8 тең 0. Осы жерден, так, дискриминант шешетін болсақ, 6-ның квадраты бізде 36 минус 4-ті 1-ге көбейтем 4, 8-ге көбейтсем 32. И бұның бәрі түбір астына тұрады. Так, 4-тен 2 шығады. x1 мен 2-ның мәнін табайық ал. Так, минус 6 плюс минус 2 бөлінген 2. Қоссақ, минус 4 2-ге бөлсем, қанша болады? Минус 2 болады. Екіншісі, минус 6 минус 2 минус 8 2-ге бөлсек, минус 4. Мынау бізде x1, мынау x2 болсын. Енді табылған нүктелердің бәрін мен 0 бар OX ойысына сайын былай. Так, ең кішісінен бастайын, минус 4 бізде ең кіші.
одан кейін минус 2, одан кейін барып 0 тұрады. Міне, 1, 2, 3. Естеріңізге сақтаңдар, плюс, минус есер. Енді осы жерден барып бізде, такс, кіші деп тұр, кіші десе, значит, минус аралықта өседі екен функция. Минус жақты бойып шығастыр. Міне, минус аралықта өседі. Ал плюс аралықта бізде кемейді функция. Сонда өсу аралықтарына жерге жазайын. Так, екінші дәптерді алайын. Так, міне, енді өсу дейміз да, бүйтіп. Өсу. Өсу бізде, так, қай аралықтарда өсіп жатыр? Минус шексіздіктен минус 4-ке дейін. Одан кейін, такс, минус 2 мен 0-дің арасы. 0-дің арасы. И кему аралығы, такс, кему бізде қай аралықта кемейді? Мынау плюс аралықта кемейді. Яғни, минус 4-тен 2-ге дейін, минус 2-ге дейін тиісті, такс, 0-ден плюс 2-ге дейін. Түсінген шығарсыздар, өсу десе ылғи да үлкен 0-ден деп аласыздар. Кему десе кіші, яғни өсу бізде минус жақта, соңында налмен өзгеріп кетті. Ал кему бізде плюс аралықта болады. Енді барып келесі істейтін нәрсе, міне 5-ші сызып қойдым қайттан жаңағы нәрсені. Енді қараңдар, бұл жерде біз максимум және минимум нүктелерін табамыз. Максимум нүкте бізде қараңдар өсу аралықтарда болады. Өсу аралықтан, яғни максимум нүктеге көтеріледі. Бізде сонда мына жерде тауып тұрған нәрселер, мынау тауып тұрған нәрселер бізде максимум нүктелер деп аталады. Сонда x max тең минус 4. Одан x max 2 деп қойық. Бізде 0. Ал минимум нүктесі бізде минус 2. Шұңғыр болып тұрған жердің минус 2, ол минимум нүктесі деп аталады. X min тең минус 2. Енді бізге y max пен y нені табу керек? Минимум нүктелерін. Ол үшін қазір былай істейміз. Так, міне енді бұл былай істейміз. Арғай бізге y max пен y минимум табу керек. Ал ол үшін біз мынау жаңа берілген функцияға мынау мәндерін қойып шығамыз. Табылған x max'тарды. Так, минус 4-ті мына жерге қойайық ал. Бізде y тең. Так, минус 4-ті мына жерге қойсақ бізде қараңдар қанша шығады екен. Так, мына жерге бет жақшалып қойын. Минус 4-ті қойған кезде 0 болып қалады екен, Так, келесі. Y, так, 0-ді қоямыз енді. 0-ді қойсақ, тағы да 0-ге тең болады екен. Одан кейін мынау макстар ғой. Енді y минимум. Мынау минус 2-ні мына жерге қойсақ, қазір қанша шығады екен. Так, минус 2, плюс 2, 4, Так, минус 2, минус 16 шығады екен, мына жерден. Енді барамызда, енді график сызуды бастаймыз. Так, енді графикке көшейік ал. Бізде графикте жалпы былай істейміз ең алдымен. Табылған нәрселердің бәріне мән береміз. Қараңдар, анықталу бізде минус 6-тен плюс 6-ге деп тұр. Яғни оған мән бермей қоямыз. Ал мәндер облысы осы керек. Минус 6-тен 0-ге дейін деп тұр. Яғни ол қандай мағына? Мәндер облысы y-ге тиесілі ғой. Y-дің қабылдайтын мәндері. Минус 6-тен 0-ге дейін деген сөз, ол жалпы график астыда болады. Яғни асты жағы бойлады деген мағына білдіреді. Енді оны тауып алдық. Одан кейін барып бізде жаңағы табылған OX пен OY осьтерінің қиылысу нүктелерін табамыз. Яғни қиылысу нүктелерін жазып қойын ал бізде. Бізде ең бірінші x-іміз 0-де, y-імізде 0-де деп тұр. Ол мына нүкте. Одан кейін барып x-іміз бізде минус 4. Минус 4 деген ол примерно мына жерде белгілейін. Ал y-іміз сол уақытта 0 деп тұр. Яғни мына нүктеде. И үшінші бізде OY осі бойынша, так, OY осі бойынша 0-де 0 деп тұр. Сондықтан ол мына жерде боялып тұра береді. Енді келесі өсу аралық. Өсу аралықтар бізде қайда кетті оның графигі? Так, міне. Өсу аралықтары міне минус шексіздіктен, так, минус шексіздіктен минус 4-ке дейін, и минус 2-ден 0-ге дейін. Ал кему бізде минус 4-тен минус 2-ке дейін, 0-ден плюс 6-ке дейін. Ол қандай мағына? Минус шексіздіктен минус 4-ке дейін деген сөз, ол примерно аяқтан басталады. Осы ала берейік. Одан кейін барып кем аралығы. Енді арғай біз шадасып кетпеу үшін мына нәрсені ұсынамыз, қараңдар. Максимум нүктелерін алдымен табылайық, қараңдар. Бізде максимум нүктелер қайда кетті? Міне, минус 4-те 0 деп тұр, бізде ол міне нүктесі белгіленіп тұр. Одан кейін 0-де 0 деп тұр, ол да белгіленіп тұр. Минус 2-де минус 16 дейді, яғни x-ның орнына минус 2 қойғанда y-іміз минус 16. Ол примерно мына жерді белгілейміз. Так, бізде мына нүкте міне минус 2 болса, мына нүктені мен минус 16 деп алайын. Осы жерде. Енді екеуінің қиылысатын жері, ол мына жер ғой. Міне, қиылысатын жері. Осы нүкте мына жерге сызып қойым, примерно.
Енді кем аралық бізде не деп тұр? Яғни -2-ден так, кем аралық қайда кетті? -4-тен -2-ге дейін еді кем аралығы. Соны мына жерге сызып жіберемін. Так, ол примерно бізден қалай басталып кетеді. Так, енді қараңдар. Мына жерге дейін былай кем аралығы бізде -4-тен -2-ге дейін еді. Значит, былай кетеді ол. Так, былай кеп тіреледі. Мына жерге дейін, максималь нүктесіне дейін. Одан кейін барып, ары қарай келесі өсу аралығында -2-ден 0-ге дейін. Сол мына тірелген нүктеден барып, 0-ге дейін былай жоғары көтеріледі қайттан. И одан кейін барып, кем аралығы ары қарай 0-ден плюс шексіздікке дейін тұр. Яғни біз былай алдық. Ол былай кетеді уже. Былай кетіп қалады. Сонда графиктің түрі міне осындай қалыпқа келді. Енді егер де сіздер дұрыстап тұрып, яғни графиктің сызылуын көргілеріңіз келсе, міне кез келген там онлайн Google-ге жазсаңыз, графиктер туралы, мысалы онлайн график па, жаңағы мәндерді қойып жазсаңыз, сізде тура осындай график шығады не. Тура осындай. Егер күмәнданып жатсаңыздар. Ары қарай енді басқа айтатын нәрсе жоқ. Осымен біздің сабағымыз бітті. Лайк басып, репост жасап, достарыңызды бөлісіп, шақырамыз группаға. Осымен сау болыңыздар. Енді шын жүректен тырысып, сіздерге түсіндірдім деп ойлаймын бәрін. Түсінбей жатсаңыздар, комментарийға жазып, ағай мынау қалай болады деп сұрасаңыздар болады.